Армысыздар ұлағатты ұстаздар, ардақты ата-аналар және мектеп бітіруші түлектер. Бүгінгі салтанатты онлайн жиынымыздың егері балалық шақты артқа тастап, үлкен өмір жолына аттағалы отырған мектеп түлектері. Олар 9-шы А сынып оқушылары және 9-шы Ә сынып оқушылары. Бүгін қандай шаттық толы кеш еді, көңіл шіркін тасып, толып өседі. Ұл кешегі жігіт болып қалыптау, бой жетіпті бантикті қыз кешегі. Мектебіміздің директоры Дина Сағат қызының мектеп түлектеріне деген ыстық лебізін тыңдайық. Құрметті ата-аналар, ұстаздар және мектеп түлектері. Әр мектепте соңғы қоңырау мерекесі бұл мектеп тарихына енетін көңілді және қуанышты сәт. Түлектер өздерінің алтын ұя мектебімен қоштасса, ұстаздар сүйікті шәкірттерін өмірге қанаттандырады. Түлектерге айтар тілегім, мәпелеген ата-ана, білімге баулыған ұстаздарынды қадірлей біліп, барлығымыздың үмітімізді ақтауға шақырамын. Баршаңызға денсаулық, отбастарыңызға амандық, шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін. Үлкен өмір жолына бастаған қадамдарын сәтті, құтты болсын түлектер. Бүршік жарып бір сезім төсімізде, алғаш қалам ұстадық есімізде. Әліппені ұстатқан ұстаздарға тілек берсек құрметпен кешімізде. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Және де алғашқы оқушыларым, 9-шы сынып түлектерін бүгінгі соңғы мектеппен қоштасу мерекесімен құттықтағым келіп отыр. Кеше ғана көп кішкентай бүлдіршіндер бүгін міне 9 жылдың қалай өткенін байқамай қалдық. Тарыдай болып кіріп, таудай болып шыққан мектептеріңізбен қоштасып, өмір атты жолға қадам басқалы отырсыздар. Сіздерге тілерім, дендеріңізге саулық, күндеріңізде қуанышқа толып, болашақтарыңыз жарқын болсын деп, адал істеріңіз оң болсын. Сіздерге сәт-сапар, ақ жол тілеймін. Мектепке келгелі достар біз, өтіпті талай жаз, талай қыз. Сондағы сыныптас достармен қалайша тараймыз. Қас қатар түзулі партамыз, тақтада ілулі картамыз. 9 жыл білімге үйреткен ұстазға мың алғыс айтамыз.
алдыңызда қол бұлғап асқақ арман, үлкен өмір ендігі басталар ән. Осы күнге жеткізген жетекшілер, жанымызға жақындау басқалардан. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, балалар, міне бүгін сендермен қоштасатын күн келіп тұр. Сендер осы кішкентай балапандар болып мектепке келіп, енді үлкен азаматша болып, үлкен өмір жолына осы мектептен қадаматтап ары қарай кетейін деп отырсыңдар. Сондықтан ең біріншіден балалар, сендерге мен сәттілік тілеймін, ақ жол тілеймін, денсаулық тілеймін. Тек қана осы барлық осы мектепте бүкіл тәлімгерлер, ұстаздар берген барлық жақсылық, білімді өмірлеріңізге тек қана жақсылап қолданып, биіктен көріне беріңдер деймін. Ал құрметті ата-аналар, сендерге де мендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, әр уақытта балдарыңызды қолдап, қорғап, оларға көмек көрсетіп жүре беріңдер. Барлықтарыңызға осы жерде ұстаздар, сендерге де көп рахмет. Балдарды тәрбие беріп, білім беріп, жіберіп жатырсыңдар. Сондықтан мен ойлаймын, біздің балдар өздерін тек қана биіктен көрсетеді, барлық осы мектептен алған білімді өмірінде қолданады деймін. Ал менің тілектерім, сендерге айтам, ақ жол, аман сау болыңдар. Біздің мектепті еш уақытта ұмытпай, бізге келіп жүріңдер. Құрметті менің сүйікті шәкірттерім, сендерге сәт сапар тілеймін. Жүздерінен күлкі кетпесін, әр күндерің тек қуаныштыққа толы болсын. Осы мектептен алған білімдерін, тәрбиелеріңді ата-аналарыңа, айналадағы адамдарға көрсете біліңдер. Сендерге сәт сапар. Түлектердің қанаттары талмасын, көк аспанда қыран болып самғасын. Ақ жол тілеп барша мына ұл қызға, ата-ана ақ батасын арнасын. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, оқушылар, ұстаздар, сіздерді бүгінгі мектеп бітіру кешімен және соңғы қоңыраумен құттықтаймыз. Сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Мен Сарвардың мамасы осы мектеп ұжымына және біздің апайымыз, Әлия апайымызға үлкен алғыс білдіре отырып, еңбегіңізге жеміс, отбасыңызға амандық тілейміз. Сіздер біздің балдарымыздың қанша қиын болса да еркелігін көтере отырып, белгілі бір дәрежеге дейін тұлға ретінде тәрбиелеп шықтыңыздар. Болашақтарыңыз жарқын, еңбектеріңіз елене берсін. Қуанышты күндеріңіз көп болсын. Құрметті Дина Сагатовна бастаған номері 7-ші арнайы түзету мектебінің ұжымы және біздің сынып жетекшіміз Әлия Маңғосовна, оқушыларымызды және ата-аналарды 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Оқушыларымызға үлкен өмірге аттаған қадамдар оң болып, өмірлерінде мейірімді адамдар көп кездесіп, өмірден өз орындарын табуына тілектеспін. Ата-аналарымызға балаларымыздың жеткен жетістіктері көп болып, солардың қуанышын бөлісіп, балаларымыз бақытты болғанын көруге жазсын. Ал енді мұғалімдер қауымына алғыс айтатын шәкірттеріңіз көп болсын. Шәкірттеріңіз өздерінің еңбектерімен, жетістіктерімен қуанта берсін. Сонымен қатар біздің балаларымыз сияқты шәкірттеріңіз азайып, кәдімгі еңбектеріңізге табыс, жемісті күндеріңіз көп болсын. Алғыс айтатын шәкірттеріңіз көп болсын. Сіздердің еңбектеріңіз үшін бас иіп мың алғыс айтамыз. Рахмет сіздерге. Құрметті мұғалімдер, енді тағы бір бүлдіршіндерді мектептің есік табалдырығынан аттандырып, өмірге аттандырып жатсыздар, бәрі де оң болсын.
құтты болсын. Сіздердің ерен еңбектерінің арқасында балдарымыз тәлім тәрбие алып, жақсы болып жатыр. Рахмет. Отбасыларыңызға да бәріне аманшылық тілеймін. Өркендеп өсе беріңіздер. Мектептеріңізде енді 5 жылдай оқыды баламыз. Рахмет сіздерге. Қуаныштымыз сіздердей мұғалімдердің болғанына, тәлім тере бергеніне. Өсіп өркендей беріңіздер. Сау болыңыздар. Мектеп, мектеп, менің жарқын көңілім. Мектеп, мектеп, шаттық толы өмірім. Мектеп, мектеп, әнім болып төгілдің. Мектеп, мектеп, ана болып та көріндің. Гүлдерге толы омырау, түлектер тойын тойлайды. Қағылмақ соңғы қоңырау, қаққызбай өмір қоймайды. Құрметті түлектер, сіздер мектеп өмірімен қоштасып, өмір мектебіне қадам басқалы отырсыздар. Ендеше қадамдарыңыз сәтті болсын. Ойлаған арман тілектеріңіз орындала берсін.